Сәлеметсіздер ме оқушылар, қазақ әдебиеті сабағы. 6 сынып. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Шәкірт ойы» өлеңі. Оқу мақсаты әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру. Оқушылар, ендеше мына ой түрткі сұрақтарына жауап берсеңіздер. Сұлтанмахмұт қашан, қай жерде дүниеге келді? Ол қай жерлерде кімдерден білім алды? Ақынның қандай шығармаларын білесіздер? Жауаптарыңызды WhatsApp желісіне дыбыстық толқын арқылы жіберсеңіздер болады. Ендеше, шәкірт ойы өлеңімен таныс болыңыздар. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Қараңғылықтың көгіне күн болмағанда кім болам? Мұздаған елдің жүрегін жылытуға мен кірермін. Еңбек бейнет тарауа рахатқа сарқылар. Қыздырып күннің қарауы надандық теңізі тартылар. Орны отайып көгерер, қызықын жайлап ел көрер. Тұрмыс тағдыр бірі де бұл мақсаттан бұралмас. Қаһарман Рүстем әлі де бұрам деп жолда тұралмас. Салынған жардың күлісі алдандырмас бірісі. Өлеңмен таныс болсаңыздар, келесі тапсырманы орындаңыздар. Өлең неге шәкірт ойы деп аталған? Өлеңнің тақырыбы мен идеясын анықтаңыздар. Келесі тапсырма. Өлеңдегі шәкірт ойын топтау сызбасы арқылы көрсетіңіздер. Шәкірт ойы қандай? Міне осы сұраққа топтау сызбасы арқылы жауап бересіздер. Оқушылар, біз алдыңғы сабақта шығамын тірі болсам, адам болып өлеңін өлең құрылысына қарай талдаған болатынбыз. Енді осы өлеңді де өлең құрылысына талдаңыздар. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.